Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Хабаш патшасының пана болуы. Меккедегі қысым күн санап күшейе берді. Паналайтын ірі туысы жоқтарға күн көрсетпеді. Пайғамбар оларды Хабаш еліне жіберуге мәжбүр болды. Османды басшы етіп 15 адам жолға шығады. Артынан Жаппар бастаған 103 адам және көшті. Олар Хабаштың патшасы Нәжжәждан пана сұрады. Олардың артынан бір топ қарулы қуғыншы іздеп келді. Олар Хабаш патшасына көп тарту таралғы беріп, мұсылмандарды Меккеге қайтаруды сұрайды. Хабаштың патшасы мұсылмандардан: «Не үшін қаштыңдар?» деп сұрады. «Біз Мұхамбет атты жаңа пайғамбардың үмбетіміз. Біз адам өлтіріп келген қашқын емеспіз. Мойнымызда қарыз да жоқ, борыш та жоқ. Бір Алланы ұлықтағанымыз үшін күн көрсетпеді. Мұхамбет сені дос көріп, бізге сенен пана сұрай жіберді». Мұхамбетке кітап түскен бе? Иә, түскен. Құран деп аталады. Құранда Ғайса туралы айтылған ба? Айтылған. Біз Ғайсаны да, оның анасы Мариямды да жақсы білеміз, деп Жаппар Мариям сүресін оқи жөнелді. Құранның құдіретті әуезі патшаның 62 тамырын иітті. Ол тербеніп. Інжілде Ғайса өзінен соң әлемдерді жұбатушы ұлық пайғамбардың келетінін айтқан. Егер менің жүрегім алдамаса, Мұхамбет сол жұбатушының дәл өзі. Біз оның рухани бауырымыз. Мен бауырымды діні бөлек бөтенге тұтқын етіп бере алмаймын, деді. Қуғыншылар бос қайтты. Кейін Мұхамбеттің даңқы жер жарған кезде Хабаш патшасының талай қызметшісі оны іздеп барды. Бір көруге ынтық болды. Әділетті Мұхамбет те олардың бұрынғы жақсылығын ұмытқан жоқ. Хабаштан қонақтар келген сайын пайғамбар оларды төбесіне көтеріп, төріне отырғызатын. Бұл достық мәңгіге қалды. Ал Жаппар бастаған мұсылмандар Мәдинада пайғамбармен қайта табысты. Оқыған Перизат Әділқызы. Арнаны қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Көп рахмет.